бір бала әкесіне айтады дейді, папа, неге мамама үйлендің деп. Әкесі айтады дейді, көрдің ба, баланың өзі саған үйленгеніме таң қалады деп. Бір еркек врачқа кетті, врачқа. Братан, көмектес, қиын жағдай деп. Врач айтады дейді, не болды, айта бер деп. В общем, әйелінің құлағы естімей қалып, вообще тас керең болып қалды, не істеймін деп. Врач айтады дейді, ештеңе істемейсің. Үйіңе барасың, әйеліңе сөйлейсің, естімесе жақындап сөйле, естімесе жақындап сөйле. В общем, қанша метрден естиді әйелің, айтып кел, емдеймін деп. Көкеміз боп тұрып үйіне кетіп қапты. Кесе үйінде әйелі кухняда тамақ істеп жатыр дейді. Өзінше сәбіз турап, кәрішке турап бүйтіп жүр дейді. Көкеміз балконға шығып кетіп сөйлеп жатыр дейді. Қатын, қандай тамақ істеп жатсың деп. Әйел жауап бермейді дейді. Нөл, құлағы естімейді ғой, нөл. Залға кіріп сөйлейді дейді. Қатын, қандай тамақ істеп жатсың деп. Әйел естімейді дейді. Нөл. Кухняның есігіне келіп, қатын, қандай тамақ істеп жатсың деп. Ешқандай жауап жоқ дейді. Құлағының түбіне келіп күйіп кеткен ғой. Қатын, қандай тамақ істеп жатсың десе, әйел айтады дейді. Не болды сонша айқайлап? 4-ші рет айттың ғой манты деп. Өзі естімейді. Әйелмен көріп жүрдік. Бір көкеміз ауылдың жағасынан өтіп баратып, шөлдеп кетіп, кішкентай балаға айтады дейді, балам, шөлдеп кеттім, су әкеп берші деп. Ана бала жүгіріп барып, ата міне деп су әкеп берді. Ой, рахмет деп сіміріп сап. Что-то мына суларың дәмі біртүрлі ғой. Қаяқтан аласыңдар? Құдықтан ба жоқ, умывальниктен ба десе. Анау умывальниктің астындағы шелектен алдым деп. О, әкеңнің аузы лақты жіберсе, ата лақтырмаңыз менің гаршогым деп. Әйелі күйеуіне айтады дейді, әйелі, жаным, неғып абыршанды кальцоңды тағып жүрмейсің деп. Сөйтсе күйеуі айтады дейді, қойша, күн ыстық қой деп. Иә. Кемпір мен шал, бейшаралар, бала-шаға сыртқа кетіп қалған, екеуі уақыт тұрады дейді, екеуінің де жасы 80-де, іштары пысып, екеуі давай жас шақты еске алайық депті. Атамыз ғой енді. Апамыз айтады дейді, қалай деп. Давай баяғы алғашқы танысқан жерімізге кездесу ұйымдастырамыз деп. Өздерінше қуып жатыр енді, кемпір мен шал іштары пысады. Атамыз 1 сағат бұрын шығып кетіпті үйден. Сөйтіп алғашқы кездескен жерлерінде бара, күтіп отыр дейді. Гүлстап, шал ғой енді. Апамыз жоқ дейді. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат, в общем, келмей қойған ғой. Атамыз ашуланып келіп үйіне келіп, қақпас, неғып келмедің десе, мамам жібермей қойды деп. Әкесі баласына айтады дейді. Әкесі баласына, балам, мама саған қарындас туып берсін ба деп. Иә десе, онда ұйықта деген екен дейді. Біздің қазақтың әйелдеріне ырзамыншы, пысық қой деп, любой жерден вариантпен шығып кетеді ғой. Бір қазақтың әйелі базарда сумочкасын жоғалтыпты, продукт алып жүріп. Сөйтіп таппай сумочкасын іздеп, аспанға қарап Құдайға жалынып жатыр дейді. Құдай, сумочкамды тауып беріңізші, сумочкамды тауып берсеңіз, бүгіннен бастап жақсы әйел боламын, күйеуіме қарсы шықпаймын, күйеуімді үйді күйеуіме жинатпаймын, өзім жинаймын, тамақты күйеуіме істетпеймін, өзім істеймін, ата-енемді сыйлаймын, тауып беріңізші деп жалынып жатыр. Алдына қарап қалса, сумочкасы алдында жатыр дейді. Жаңағы қазақтың әйелі сумочканы ала салып аспанға қарап айтады дейді, болды, керек емес, тауып алдым деп. Сосын біздің қазақтың қыздары тәртіпті болыңдар жандәрім, ят болады. Біздің қазақтың қыздары тәртіпті болу керек. Әйтпесе мынандай оқиғалар болады бізде де. Бір қыз жігітіне айтады дейді, жаным, екеуміз үйленгенде 3 баламыз болады деп. Жігіт шошып кетті, өй, қаяқтан білдің деп. Қыз айтады дейді, қазір олар мамамның үйінде деп. Қыздар. Сосын қазақтың апаларына ырзамын. Біздің апалар сияқты осы қасиетті адамдар жоқ. Менің елім Жаңабай, ауылым Белекөл. Бізде ауылда бір 80-ге келген апам бар еді. 20 бала тапқан ғой. Қазіргі келіндер 2 бала, 3 бала табатта пин-кодқа жабылып қалатын болу. 20 бала тапқан. Сол апам 70 жасында Россияда поле жүдес ойнады ғой. Сенесіздер ме? Bir ауыз орысша білмейді. Шатасып барып қалған ғой. Якукович айтады дейді, мұртты, бабушка, вы из Казахстана приехали деп. Апам орысша түсінбейді. Қараңғағыр мұртты бала, мұртың жыбыр-жыбыр етеді, түсінбедім деп тұр дейді. Якукович айтады, бабушка, вращайте барабан деп. Апамыз осмет қараңғағыр деп айналдырып тұтқасын жұлып алып сиыр Якукович айтады, бабушка, все, прекратите, давайте, прекратите и передавайте привет своим родственникам деп. Сол кезде апамыз әңгімені жіберді ғой, Россияда прям телевизорда. Ал атаңа нәлет, қараңғағыр мұртты бала, қаныңды ішіп біттің ғой, привет болса, встречай деп апам ұрып жатыр. Передай привет своему первому сыну, второму сыну, третьему сыну, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому. Қараңғағыр мұртты бала өлтірдің ғой, своей первой дочке, второй дочке, третьей дочке, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый ұрып отса, Якукович, бабушка, хватит деп. Сөйтсе апам айтады дейді, сөз тақынға қолқа жоқтайған. Қараңғағыр мұртты бала, хватит деп маған емес, баяғыда шалға айту керек еді. Көбейту керек қазақтың, аз біз. Араларыңызда гаишниктер жоқ па? Жоқ па? Неужели жоқ? Не болды, өтіп кетті дейме? Қор болып жүрсіз ба? Рабаны сияқты ма? Айтайын. Бір гаишник ағамыз пенсияға шығып жатыр дейді.
Сөйтсе достары айтады дейді, қанша жыл гаишник болдың деп. Гаишник ағам айтады, 20 жыл гаишник болдым ғой деп. Ойбай, міне бәсе халықтың ақшасына бетің семіріпті ғой, табақтай болып. Енді бірінші пенсияңды алғаннан кейін не істейсің деп достары сұрайды ғой енді. Гаишник ағам айтады дейді, бірінші пенсиямды көшеге шығамын да ешқандай правиланы бұзбай келе жатқан машинеге санап беремін депті. Гаишник адамға ақша берейін деп жатыр да. Көшеде тұр дейді, ала таяғын айналдырып. Машиненің бәрі правиланы бұзып жатыр дейді. Быт-шыт авария, қызылға өтіп, дып-дып быт-шыт болып жатыр дейді. Көкеміз мәз болып тұр дейді, ақша өзінде қалатын болды деп. Қаяқтан? Бір шоқа келе жатыр дейді. 40-пен жүретін жерде 40-пен ремен тағып, осы правиланы бұзбай келе жатыр дейді. Тоқтатыпты, тырррт деп. Ішіне мен сияқты бір жігіт түсіп, көке не болды? Ешқандай правиланы бұзған жоқпын, неғып тоқтатасыз деп. Гаишник ағам айтады дейді, молодец жаным, ешқандай правиланы бұзған жоқсың, сол үшін саған бірінші пенсиямды беремін. Мә деп. Сонша жігіт айтады дейді, өле тәте рахмет, жақсы болды ғой, права сатып алатын болдым ғой деп. Сен праваң жоқ па не деп. Сөйтсе қасынан әйелі түсіп келе жатыр дейді, аға қойыңызшы, бұл албасын ішіп алып едік, әміресін жетіп алайық деп. Сен ішіп алғансың ба не деп. Сөйтсе артынан бір кемпір түсіп келе жатыр дейді, қараңғы қырлар біреудің ұрланған машинесін айдамай қойды деп айттым жаңағы. Ой, машинең ұрланған ба десе, багажник тоқылдайды дейді, ашып қалса ішінде біреу жатыр дейді, көке границадан өттік па деп. Аман болыңыздар ағайын.